Қайын ағам мені жалаңаш көріп қойған күні бәрі өзгерді. Жауыннан кейін ауыл тым тыныш болатын. Әлихан мен Зере ауыл шетіндегі ескі үйде жауыннан қашып кіргенде ешқайсысы бұл түнді ешқашан ұмытпайтынын білген жоқ. Зере күйеуінің ағасы Әлиханды бұрыннан сыйлайтын, үндемейтін тұйықтау жігіт еді. Бірақ ол күні бәрі басқаша еді. Күннің көзі батар-батпаста Зере сиыр сауып жатқан. Кенет аспан күркіреп нөсер құйды. Үйге жүгіріп кірмек болғанда етегі шылқылдап, көйлегі денесіне жабысып қалған. Су сорғалаған шашы иығынан төмен ағып, кірген бойда иығынан көйлегі сырғып кетті. «Кешір, мен сен деп ойлаған жоқпын», деді ол ыңғайсызданып тұрған қайнағасына. «Мен де жаңа ғана кірдім», деп жауап берді Әлихан. Бірақ көзі Зеренің көзінен тайған жоқ. Сол сәтте бөлмеде іштей бір толқынды үн тұрды. Тыңдасаң үнсіздік, сезсең жүрек дүрсілі. Ешкім сөйлемеді, бірақ бәрі айтылып қойғандай болды. Жаурап қалған Зере көрпеге оранып төр бөлмеге өтті. Ал Әлихан от жақты. Күйеуі қалаға кеткен, үйде екеуі ғана. Тек оттың жарығы ғана жанып тұр. «Киімдерім су болды, кешір», деді Зере ақырын ғана. «Қаласаң, шешіп оттың қасына жайып қой, мен теріс қарап отыра тұрам», деді Әлихан біртүрлі тұншыға сөйлеп. Зере біраз ойланды. Ол да адам, оның да сезімі, нәзік тұстары бар. Ақыры барлығын шешіп көрпенің астына тығылды. Бірақ ол қимылдаған сайын көрпе қозғалып, иығы, мойны ашылып қала берді. Әлихан бұл көріністен көзін ала алмай отырды. «Қызық», деді Зере дауысы дірілдеп. «Не, сен мені әйелің деп емес, басқа біреу деп елестетіп отырсың ба?» Бұл сұрақ Әлиханды дір еткізді. Не жауап берерін білмей қалды. «Жоқ», деді ақырын. «Бірақ сенің күйеуің менің інім, ал мен тек келін ғана ма?» Көз қарастары түйісті. Оттың жарығы екеуінің жүзін жыпылықтатып, жарықтандырып тұрды. Ешкім ештеңе айтпады. Бірақ тыныс алу, көзбен ұғысу, тербелген көрпе бәрі айтып жатты. Ішкі дауыс тоқта десе де, екеуінің де көзі шегініссіз қатып қалған. Таң атқанда Зере тым ерте оянды. Қасында ешкім жоқ еді. Көрпе әлі жылу сақтап тұрған. Босағада Әлихан үнсіз отыр, терезеге қарап. «Сен бәрін түсіндің бе?» деді Зере үні дірілдеп. «Иә, және ештеңе болмағанын да білем», деді ол. «Шынымен?» «Біз бір ғана сәтке шекарада тұрдық, бірақ біз ештеңе істемедік». «Иә, бірақ ішімізде бір-бірімізді шешіндіріп үлгердік». Зере үндемеді. Ол да білетін. Ол түні ешкімнің денесі тоғыспаса да, ойлар мен сезімдер шекарадан асып кеткен. Кейін бәрі бұрынғыдай болды. Бірақ ешқашан бұрынғыдай болмады. Зере мен Әлихан ешқашан бұл туралы сөйлеспеді. Бірақ бір-біріне қараған сайын іштерінде өрт тұтанып кететін. Жауын жауған сайын Зеренің денесі тітіркеніп, сол түн есіне түсетін. Әлихан от жағып отырған сайын көз алдына көрпенің астындағы Зере елестейтін. Бұл құпия, бұл шекара, бұл ешқашан болмаған, бірақ ешқашан ұмытылмайтын бір түн. Бір аптадан кейін Зеренің күйеуі Нұржан қаладағы шаруаларын бітіріп үйге оралды. Бәрі бұрынғыдай. Арқа-жарқа қарсы алған келін, дастархан, шай, жылы сөздер. Бірақ Зере бұрынғыдай емес еді. Ол күйеуінің жанында отырса да, көзімен Әлиханды іздейтінін байқады. Әлихан да онымен көз түйістірмеуге тырысты. Бірақ бұл екеуінің арасындағы үнсіз от өшпеген еді. «Сен жауыннан кейін суық тигізіп алмадың ба?» деп сұрады Нұржан. Зере еріксіз жымиып, «Иә, суық, бірақ от жаққан еді», деді. Өзі де байқамай. Күйеуі жай ғана бас изеді. Бірақ Әлихан төргі бөлмеден сығалап тұрған. Ол бұл жауапты естіді.
Ол оттың басында отырған кешті екеуі де ұмытпағанын білді. Сол түні Зере ұйықтай алмады. Күйеуі жанында жатыр, бірақ көзі жұмылған сайын басқа көзқарас, басқа дем, басқа оттың жылуы елестейді. Бір түнде өмірінің бәрі бөлініп қалғандай. Түсінде өзін қайтадан оттың алдында көрді. Бұл жолы көрпесіз, толықтай жалаңаш. Ал Әлихан үнсіз жақындап келіп, тек көзімен болмайды деп тұрған. Бірақ денесі алға тартып барады. Түстен оянғанда денесі балбырап ұялғандай болды. Бірақ өзінен емес, ойынан. Арада біраз уақыт өтті. Күндер, кештер, шайлар бәрі қалыпты. Бірақ Зере мен Әлихан арасында үнсіз тілдесу, ұзақ көзқарастар, жай ғана сәл тоқтап күлімдеу бәрі үдей түсті. Бір күні түнде Зере су алуға тұрып сыртқа шықты. Сол кезде қора жақтан бір көлеңке қозғалды. Жүрегі зірк ете қалды. Бірақ бұл Әлихан еді. Түн тыныш қой, деді ол жай ғана. Иә, бірақ ішім тыныш емес, деді Зере. Әлихан оның көзіне қарап, бұл жолы ұзақ, бұл жолы екеуі де шегінбей тұрды. Не істеп жүрміз біз, деді Зере ақырын. Бұлай болмайды. Бірақ болып қойды ғой, деді Әлихан тұншыға. Кенет алыстан есік сықыры естілді. Зере селк кетіп үйге қарай жүгірді. Ал Әлихан түнге сіңіп кетті. Ертеңінде бәрі бұрынғыдай болды. Бірақ Әлихан Зереге қағаз қалдырды. Қысқа ғана сөз. Түсімде сен үнемі оттың жанындасың, көрпе астында. Сен мені неге түсіңде шақырасың, Зере? Зере қатты қайта-қайта оқыды. Жауап бергісі келді. Бірақ қалай? Күйеуінің көзіне қарай алмай жүрген келін өз жүрегімен күресе алмай қалды. Сол түннен кейін көп ұзамай Зеренің басы айнала бастады. Асқа зауқы соқпай әлсіреп жүрді. Алғашында өзі де мән бермеген. Бірақ бір күні шай құйып отырып, қолындағы кесені түсіріп алды. Әлсіздік пе, әлде жүректегі қорқыныш па, өзі де білмейді. Енесі, келін-ау, сенің түрің түсің біртүрлі, аяғың ауыр емес пе? Зере естіп тұрғанын білсе де үндемеді. Басын шайқады. Бірақ сол түні дүкенге өзі барып тест алды. Жауап біреу еді. Екі сызық. Қолы дірілдеп отыра кетті. Күйеуімнен бе? Ол кезде күйеуі қалада еді. Бірақ жоқ, мүмкін емес. Бір сәтте ғана еске түсті. Сол жауыннан кейінгі түн, көрпенің астындағы дем, оттың жарығында өртенген сезім. Тіпті ештеңе болмаған күннің өзінде денесімен емес, жанымен берілу. Мен ештеңе істеген жоқпын оған. Бірақ іштей мен сол сәтте соны қаладым. Күйеуі күлімдеп кіріп келген түні Зере не істерін білмей қалды. Орнында үнсіз жатты. Күйеуі құшағына алғанда денесі емес, жаны қысылды. Бір кеште бәрі ұйықтап жатқанда Зере сыртқа шықты. Ай астында жалғыз тұр еді. Артынша Әлихан да келді. Сен де ұйықтай алмадың ба? Жоқ, бәрі жақсы ма, Зере, деді ол бір түрлі елеңдеп. Жоқ. Ұзақ үнсіздік орнады. Мен аяғым ауыр сияқты. Әлихан қозғалақтап қалды. Сүйгеніңнен бе? Мен оны сүймеймін. Тек күйеуім. Зере, деп сыбырлады ол. Бірақ Зере көзін жұма салды. Егер сенен болса не істейсің? Әлихан демін тартып алды. Сен ештеңе айтпа. Бұл сыр. Менімен бірге кетсін. Егер керек болса мен кетем. Жоқ, сен кеткенде мен жалғыз қалам. Сол түні екеуі тағы ештеңе істемеді. Бірақ енді бұл үнсіздіктің өзі күнә секілді ауыр болды. Айлар өте берді. Зеренің іші білініп қалды. Енесі қуанып жан-жаққа сүйінші айтумен жүр. Бірақ бір күні Зере ішін сипап отырған кезде енесі жанынан өте бере, сенің ішіндегі бала өзіңе ұқсамай ма? Зере селк кете қалды. Қорыққанын жасыра алмады. Әркімнің өзіне ұқсамайтын біреуі болады, деді күліп. Бірақ күлімдеген жанары жасқа толып тұрды. Нұржан соңғы кезде тым суып кеткен. Үйге кеш келіп жүр. Жылы сөз жоқ. Бір күні Зере батылданып сұрады.
Саған бірдеңе болды ма? Жоқ, бәрі жақсы. Маған ренжулі сияқтысың. Жоқ, тек сен көп ойланатын болдың. Бұрынғыдай емессің. Қолыңды ұстасам, жүрегің дір ете қалатын. Сен маған не жасырып жүрсің? Зере еш жауап бере алмады. Ол үнсіз бөлмеге кіріп кетті. Сол түні түсінде бала жылап жатты. Бірақ Әлиханның үнімен. Ай айналып, күн аунап, Зере босанды. Ол бала, енесі қуанып жүр. Бала тап-таза, қып-қызыл болып дүниеге келді. Бірақ бір жұмадан кейін нәрестенің бет әлпеті анықтала бастаған кезде жұрт сыбырлай бастады. Енесі балаға ұзақ қарап тұрып, әкесіне ұқсамаған екен, деді ақырын. Жоқ, өзі бала кезінде осындай болған, деді Зере жалма-жан. Бірақ жүрегі атша тулап, ішкі күдік күн сайын өсе берді. Өйткені өзі де ішінен сезіп тұрды. Бала Әлиханға көбірек ұқсайды. Бір күні Нұржан кеш оралды. Қолында ескі күнделік. Бұл Зеренің күнделігі еді. Жазып тастаған, бірақ ішіндегі бір беті ғана жыртылып қалған бетінде мынадай сөздері жазулы тұр еді. Мен ештеңе істемедім, бірақ екеуміздің ішімізде бәрі болды. Жалаңаш сезім денеге тимей-ақ сындырады екен. Әлихан, кешір мені. Нұржан көзіне тік қарап тұрып, мен бұл жазбаны оқымадым, бірақ сенің көзің бәрін айтып тұр. Жоқ, мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ сенің жүрегің менен кеткен. Сен ол жігітке бәрін бермесең де, ішіңде бәрін мойындап қойғансың. Зере тізерлеп жылап жіберді. Ол менен ештеңе сұрамады. Ол тек мені көрпесіз қалдырды. Нұржан баланы қолына алып ұзақ қарап тұрды. Кенет көзіне жас келіп, сәбиді ақырын Зеренің төсіне жатқызды да, бұл бала менікі емес шығар, бірақ оның кінәсі жоқ. Нұржан, мен сені кешірем, бірақ өзімді кешіре алмаймын. Ол үнсіз жиналды да үйден шығып кетті. Сол кеткеннен оралмады. Бірнеше күннен кейін ауылға сөз тарады. Әлихан ауылдан кетіп жатыр екен, ешкімге ештеңе айтпаған. Жолға жиналып жатқан кезде Зере келіп соңғы рет жолықты. Сенше ештеңе айтпайсың ба? Айтатын сөз қалды ма Зере? Бала, ол менікі болсын болмасын, мен оны ешқашан көре алмаймын. Неге? Себебі мен күн сайын сенің көзіңнен өзімді көріп, өзімді жек көргім келмейді. Зере егіліп жылап басын оның иығына қойып, мен саған ешқашан тәнімді бермедім, бірақ жанымды беріп қойыппын. Сол жан менің өмірімді алып кетті. Сол сөзбен Әлихан бұрылды да мүлде кетіп қалды. Ауылға қайтып оралмады.